Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Елдос Қуанышбекұлы. Мен бизнес-бастау кәсіпкерлік мектебінің Қытайдан тауар алдырту бойынша экспертімін. Жалпы Қытаймен бизнес деген не? Қытайда ресми ақпараттарға сүйенетін болсақ, 1,5 миллиард адам өмір сүретін болса, ал бейресми ақпараттар бойынша Қытайда 2 миллиардтан астам адам өмір сүріп жатыр. Адамның санының көптігіне байланысты Қытайда конкуренцияда мықты қатты дамыған, сол себепті заттар да ол жақта өте арзан болып келеді. Әлемде Қытайға конкурент болатын ешқандай мемлекет жоқ. Сол үшін қазір нарықтың барлығы Қытайда. ТМД мемлекеттерін алып қарайтын болсақ, 90% саудада жүрген заттардың бәрі Қытайдың өндірісінен шыққан заттар екен. Америка Құрама Штаттарының 30% Қытайдың заттарынан құралған екен. Қытайда бір қалада бір-ақ зат өндіріледі. Мысалы үшін Қазақстандағы Алматы қаласын алып қарайтын болсақ, Алматы қаласында тек қана бір затты түрі ғана өндіріледі. Қытайда да дәл сондай система жолға қойылған. Ол мемлекетте ешқандай адамдар қазір қолма-қол ақша айырбастамайды. Ол жақта ақша карточка деген жоқ. Қазір барлығы электронды жүйемен, телефонмен төлеу арқылы, QR-кодпен төлеу арқылы, штрих-кодтармен төлеу арқылы жұмыс істейді. Ешқандай қағаз, ешқандай ақша қолданылмайды ол жақта. Қытайда қазір базарлар жабылып жатыр, барлығы интернет саудаға көшіп жатыр. Ол жүйеге көшуіне себепкер болған осы интернет саудадағы алпауыт Джек Ма деген кісінің арқасында. Ол кісі Қытайға 1999 жылы Alibaba Group деген компанияны құрып, Қытайдағы базардағы адамдардың бәрін интернет платформаға отырғызып, сауда жүйесін сол жаққа қарай бағыттап, қазір 20 жылдан астам уақыт ішінде Қытайдың жартысынан көбін интернет сауда жүйесіне орнықтырған. Қазір көптеген адамдар Қытайға барып, мыңдаған, 2000-даған доллар ақшаларын құртып, бір апта 10 күн деп жатып, қиналып, уақыттарын құртып, барып алып келіп жатыр шығындалып тауарларын. Қазір ондай заман емес. Қазір осы интернеттің көмегімен, Джек Маның көмегімен тауарды Қазақстанның кез келген нүктесінде отырып, үйіңізде отырып, затты делдалсыз алып, өз бағасын алып отыруға болады. Енді Қытайдың алып сауда алаңдарына келетін болсақ, осы бағана айтып кеткенде Джек Ма деген кісі Alibaba Group деген компанияны құрған 1999 жылы. Және соның есебінен жұмыс істейтін компаниялар AliExpress.com, Alibaba.com және 1688.com. AliExpress.com деген сайт ол жалпы осы СНГ үшін және Европа нарығы үшін арналған сайттар. Alibaba деген бизнес жасаушы бизнесмендерге арналған сайт. 1688 деген сайт ол Қытайдың өзінің ішкі нарығына арналған сайт болып табылады. 1688 және Taobao екеуі негізі бір сайт болып табылады. Бұл үш сайт негізінен үш түрлі бағытқа жұмыс жасайды. Негізі біздің сабағымыздың мазмұны осы сайттармен қалай жұмыс істеуге болады. Бұл сайттар арқылы тіл білмесек те, Қытай тілін білмесек те қалай байланысқа шығуға болады. Қытайдан заттарды қалай Қазақстанға дейін алып шекарадан өткізіп әкелуге болады. Және қалай Қытайға ақша өткізіп, төлем жасап, зауыттармен байланысуға болады, осы туралы болмақ. Және бұл сайттардың қайсысы Қытайдың ішкі нарығына, қайсысы сыртқы нарыққа арналған туралы өтетін боламыз.